Орал қаласының тұрғыны Қарлығаш Нығметова тартылыс күші ерекше жан ретінде елімізге танылған талантты адам. Халық арасында магнит әйел атанып кеткен 62 жастағы жерлесіміз 2003-2018 жылдары арасында қазақстандық Гиннес рекордтар кітабының кейіпкері атанды. Ендігі арманы әлемдік рекордтар кітабына ену болып отыр. Оралдағы жастар мәдениет үйінде табиғи талантты жан атты шара өткізіліп, ерекше адамның түрлі қырлары көрерменге паш етілді. Толығырақ зор әсермен оралған журналист Лұқпан Елудің бейнематериалында жан-жақты әңгімеленеді. Жерлесіміз Қарлығаш Нығметова ерекше магниттік қасиетімен елге таныла білген тамаша талант иесі. Осыдан 26 жыл бұрын бойындағы тартқыш күшінің бар екенін байқаған ол, жылдар өте келе бұл қасиетін жетілдіруден талған емес. 2003-тен 2018 жылдар аралығында Қазақстанның рекордтар кітабының кейіпкері болды. Ендігі мақсат әлемдік деңгейдегі рекордтар кітабына ену. Қарлығаш Тілеуғалиқызының айрықша қасиеттерінің бірі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінен куәлік және халықтық дәстүрлі емес медицина бойынша сауықтырудың энерго ақпарат жүйесі бағытында емдеу құқығын алды. Ол емшілік бағытындағы керемет кие және майо пространство кітаптарының авторы. Қарлығаш Нығметова өз биоэнергиясын басқарып, оны басқа адамдарға емдік мақсатта беруді үйренді. 2015 жылы 40 минут бойы 4 үтіктен тұратын 6 келі металл затты денеде ұстау ұзақтығы мен тартуы бойынша, ал осы жылдың тамыз айында 10 келі металл құйындысын тарту бойынша 2 жаңа рекорд орнатты. Рекорд самый основной, который... Мен әлемдік рекордтар кітабына енуді өзіме мақсат етіп қойдым. Бұл жолы әуелі 1 үтікті, сосын 2, 3, 4 үтікті денеме тарту арқылы дөңгелек құралды беліме айналдыру болып тұр. Мен осындай қасиеттер арқылы адам баласының мүмкіндігінің шексіз екендігін іс жүзінде дәлелдегім келеді. Мен спортпен, соның ішінде йогамен айналсам, өзгелерге де спортпен шұғылдануға кеңес берем. Бүгінгі таңда Қазақстанда магнит әйелдің ізбасары пайда болған. Қызылордалық жас бір мезетте 160 келі затты денесіне тарта алатын қасиетке ие көрінеді. Ал Қарлығаштың артықшылығы металл затты денеге тарту ұзақтығымен ерекшеленеді. Басында өз айтқандай кішкене ауырын қарап, жаңағы білмеді дәрігерлерде қандай аурумен ауыратын. Сол ауылында Тасқалаға тұрмысқа шыққан, сонда Батима деген апай жаңағы дарынын байқап, сол жаңағы адам емдеуге өзінің денесінде жаңағы күшті энергия бар екен, қуаты көп екен, соны жаңағы қайда жұмсауын білмей жүрген болып тұр ғой. Соған жол сілтеп, содан кейін ғана жаңағы әуелі өзінің жақындарын емдеді, мен өзім де барып емделдім. Ерекше дарын иесі туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жиі айтылып, бірнеше мәрте хабарда дайындалғанын көзі қарақты көрермендер жақсы біледі. Кезекті кеш барысында да дарындыны дара көретін адамдар Қарлығаш Нығметованың магнитті қабілетіне тағы бір мәрте таңырқап, таңдай қақты. Лұқпан Елу, Нұрлан Идеров, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.